Патаев атындағы мектептің ұжымына үлкен рахмет. Енді осындай мына мұражайды ешқандай бүлдірмей ұстап келе жатыр. Біз бұдан бірнеше жыл бұрын болғанбыз, жиі болып тұрамыз. Ербол Патаевтың әкесі жаңағы Бейсен ағамызбенен біз 5 жыл, 6 жыл бірге жүрдік десем қателеспеймін. Ол кісі баламның құнын сұраймын деді. Біз де сол Ерболдың құнын даулау үшін Алматыға жиі барып тұрдық. Әрбір желтоқсан айында, жаңа 16 желтоқсан күні 1986 жылдан 91 жылға дейін біз Алматыдағы желтоқсан митингісіне қатысып отырдық. Біздің ауданда бір топ азаматтар, Болатбай ағадан бастап бір топ азаматтар бар. Енді Ербол мен Ләззат біздің осы желтоқсан оқиғасына қатысқан құрбандарымызды біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Жастарымыз соңғы кезде ұмытып бара жатыр. Тіпті әуелі Ербол Патаевтың әлеуметтік желіде басқа суреті пайда бола бастады. Бұл не деген сөз? Бұл қазіргі балаларды шатастыру, немесе өзінің бұрынғы бейнесін жоғалтып алды деген сөз. Сондықтан біз бәріміз осының қайтадан қалпына келтіріп, Ербол Патаевтың өз бейнесі мінекей жаңа үлкен суреті болу керек еді ғой. Мына суретті міне осы суретте біздің әлеуметтік желіде мәңгі бақи көрсетіледі. Сондықтан бәрімізге атсалысқан, мұнда үлкен атсалысып жатқан әсіресе осы біздің көктемнен бастап осы бір бастаманы Мәукең екеуміз ақылдасқанбыз. Алматыдағы желтоқсандықтарға да айттық. Осы бір біздің ауылды, Ләззат пен Ерболдың тұрған ауылын абаттандыру бізге керек. Осы ауыл көркеймей, біздің басқа ауылымыздың көркейіп жатқанына мені жүрегім ауырады. Мына тұрған талдыменен мына еңбекшіні салыстырған шығарсыздар. Сондықтан біз Ербол менен Ләззатқа жалпы желтоқсанда біз мәңгі қарыздармыз. Сондықтан мына іскер әйелдерге осы атсалысқан, жаңағы желтоқсандықтарға атсалысқан, әсіресе осыны жалғас біз деген азаматымыз бар, осы үлкен көмек, қаржылай көмек көрсетті. Сол азаматтарымызға үлкен рахмет айтамын. Бұдан да біз көркейтуге бәріміз атсалысайық. Рахмет.